әжептәуір той болып жатыр ғой, той. Марго музыка қосып үйреніп отырғар. Үлкен бір жобасының презентациясы. Толығырақ өткеннен кейін айтып беремін. Құтты болсын. Бірінен өтіп бірі күшті кәсіптер ашып жатыр ғой. Бірақ енді сәбекеңдікі ерекше болып тұр енді. Инстаграмдағы мамамыз деп біз өзіміз әлемдік аренада бәсекеге қабілетті дамыған сондай бір өнім болсын. Ең бастысы халықтың көңілі шықсын. Ал сіздерге тілерім отбасыларыңыз аман, қуанышты күндеріңіз көп болсын. Енді өзіңіз қысқаша айта кетсеңіз, тез. Тез айтайын ба, бұл табиғи өнім, қымыздан жасалған сабын, аллергия. Әні, жолда осындай бәдеш. Экзема, аллергия. Краш болды ғой, краш. Краш болды ғой. Краш. Алдыңғы сториста айтып өткендей, жазып өткендей, 1000-ға жуық заявка болыпты. Барлығын қуаныш бақылап, қарап отыр. Қалай болып жатыр жалпы? Күшті ма? Шүкір деп қояйық. Сосын роднойлар айта кететін жайт, болашақ серіктестер Астана және Қызылорда қаласы полностью сатылып кетті. Сондықтан да егер сол қаладан серіктес боламын десеңіздер, онда былайша айтқанда енді қалай жазбай қойыңыздар дейміз ба, енді сатылып кетті, короче. Ал Алматы қаласынан полностью өзіміз ашуымыз мүмкін. Әлде ол мәселе талқыланып жатыр. Барлықтарыңыздың осындай желанияларыңызға рахмет. Бұйыртса берекелі болсын. Құдай қаласа енді бір күшті бір шыңға жетеміз деген ойдамыз. Роднойлар енді бірінші Алла осы тұста, содан кейін сендердің қолдауларыңға осының бәрі болып жатқан. Кайфсыңдар ғой сендер, үй жандар. Міне, роднойлар. Жүрексіңдер ғой, жүрек. Дубль 1045. Кеттік ау. Түнгі сағат 12 болды. Әлі келіп жатыр ана. Ойлаш, родной бургерден родной аласың, алдынан родной шығады. Бәрекел. Әртіс. Бұйыртса, ертең бізде тестовый режимде бір-екі функция қосылады. Мәселен, доставка. Ертең 3 курьер келеді, құдай қаласа ол. Енді пока что қатты реклама жасамай қоя тұрайын тестовый режимде не дегенмен. Содан кейін таңертең сағат 7-ден бастап съемка болады, индрайвердің рекламасын түсіреміз. Қазір ұйықтамай прямой басып кетейін деп ойлап отырмын да, бірақ болмайды, шаршап қаламын. Солай роднойлар, қайырлы түн, сеп жатыңдар! Өлем келатыр. Ей, жатыр! Ой, мен апандасық. Жаңа, 3-ші сторис, просто сендерге деген махаббатымның бөлшегі. Марго? Қызың бір ме? Қызым жақсы. Сен ше? Саған тұрар бар емес па? Мадинамен жүреді дейді ғой, рас па? Жоқ, Мадинамен. Ішім бар ғой, сөйлесіп жүрді. Жай сөйлесіп жүр ме? Бәсен Мадина басқа жігіт жақсы көрші, кімді Маратты ше? Бір сағатта ұйықтап қалғаным болмаса барлығы тамаша. Мен ойлап қоятын роднойларым бар. Тұрдың ба деп қояды ғой, съемка деп қояды. Қайырлыдан қыздар келі. Ерте тұрған еркектің ырысы артық, ерте тұрған әйелдің бірісі артық. Күндеріңіз сәтті өтсін. Бізде съемка үйде жалғасып жатыр. Қазір осындай обстановка. Мына жақта роднойлар коллекциясын түсірген один из лучших операторов Қазбек. Ал ар жақта жігіттер ұйықтап жатыр. Екі жақта екі түрлі обстановка. Если что, мен футболку без қойын. Просто качаган өстімді, сол футболку киіп. Так. 3, 2, 1. Мен өзімнің сахналарымды, яғни сцена эпизодтарымның барлығын аяқтадым. Енді ары қарай қазір бізде күшті актрисалар мен актерлар болады. Алғашқысы кім тауып көріңдерші? Бәрекелді, дұрыс. Конечно, Төреғали Төрәлі. Қарсы алыңыздар. Кішкене бұланы көріп қойдым, Төреғали есінесің. Роднойлардың почти 90% дұрыс тапты. Неге олай ойлады екен бәрі? Сендер бірдеңкені не істеп жүрсіңдер ей? Бізде түсірілім алаңда қонақта. Дәмелі башан поздравляем, роднойлар. Аны қазақша. Барлығы ойлап жүр екен, сен маған ренжіп жүрді. Ренжіп жүрсің ба? Жоқ, бәрі жақсы. Керемет. Обида бар ма? Жоқ. Жоқ.
қандай обида, не істеп қойдың? Соны айтам. Ал бізде съемка жалғасуда. Жаңа бір күркіреп тұрып жаңбыр жауып алды. Ауа райына қарамастан әйтеуір ұрып жатырмыз. Осы ағамыз бүгін керемет бір рөлді сомдап болды аға. Бізде келесі актеріміз Кана. Өмірінде бірінші съемка дейді. Администратормен келді, директормен. Өзің алып келдің ба? Сосын оплатасын жасасам. Ойбай. Бұл қазіргі өте андай Сұраныстағы. Болды. Кім? Қой тұрар. Не дейді? площадки деген сөз. Посторонний площадки попить деп қойды. Оны қайда? Қарсы, тұрды қарсы. Ей, давай. Палуан-ай. Мешать етеміз ба? Болды, қуып жіберіп бізді. Ал кеттік ал. Әні, түр жасап алған жігіттер. Әртіс болу оңай емес. Ей, әртіс деймін. Сақалын алмай өзі дайындалып жүр осын білгендей. Ой. Біз жоғап кетейік па? Кеттік ей құрсын. Директор не айтасыз енді? Шаш, жүрудің өзінен подвайт деп. Неше дұмысты? Дубль 1045. Бір жүріс қой ей құрсын. Проклятые, популярные. Хотя бы сериалға түссе өлтіп қойды. Бірақ мен съемкаға үйіп жүрсің ғой сен, қойсайшы. Если что, бизнес бар, кіріп көріңдер. Дейді саған? Сериалында жаңылысылады. Өлі. Мынау Аза деген бір жігіт бар еді, соның орнына ойнасам деп мені сырт тастаса. Өлі, мынау жынды оқыды ма не оқыды? Мына жігіт туралы шлей, көп сторис болып кетсе ренжімеңдер. Просто қалай күлмейсің? Мұрат, өзің бірден кетеші. Өте керемет. Комментарий бере алмаймын. Кестеш. Ал кезекті актеріміз келді. Аңсаған. Қалайсың, досым, абрикосым. Мен андай простой актермын ғой. Негізі сценарийін жазған осы жігіт. Бүкіл роликтің. Сценарист өзі. Бұл жігітте продюсермен жүреді екен. Марго досым тек қана Мирасын емес. И сіздің де продюсеріңіз ба? Өз сөйлесем. Мына бір жерді айтам да, Сайран, Алматыға арман қуып келген, кез келген адамның ең бірінші оқитын сөзі, ең бірінші келетін жері. Ерекше ыстық ей. Съемканың арасында үйсіп жаңбыр жауып кетіп отыр. Кішкене кедергі болып. Қазір мен водительдің рөлін ойнаймын. Рөл ойнағанда ішінің қызметін атқарады. Ой, бүгін бәрін істеді. Универсальный болып отыр. Бәрекелді. Алматыға алғаш келген жігіт қа. Бір дубльмен ойнататын аңсаған дегенсіз ба? О, мынау деген кайф бір ролик шығайын деп тұр. Ей, әртісі. Ей, бір дубль болмай қалды. Ей, маған тартпаған. Ақтауға демалыс орындарын істеп алыңдар деп жүргенде Сайран-ақ істеп алыпты ғой, мына жақта қарасаңдар, шіркін-ай. Движением бәрі осы жақта. Андай мотормен қайықтар жүр, жақта. Вид-та кайф болып тұр. Не керек ал, басқа не? Отырсам, бір жігіт суретке түсейік дейді, мен не түсіп? Ей, сен Қадырбаевпен шатастырып тұрсың ба? Қадырбаев емессіз бе не? Жоқ ой. Ей, шын айтам? Шатастырып алғансың ғой? Жоқ. Ау? Қадырбаев емессіз ба? Жоқ ой, шатастырып отырсыңдар, не көп бәріне? Қайдағы? Не? Шатастырып тұрған жоқпыз. Даусыңыздан танып қойдым. Бәрі шатастырып отыр. Бәрі істеді. Мен Қадырбекпін десем не дейсің? Ой! Білә? Ей! Боқтама, мама көреді ғой. Мен мама көреді ғой. Өзім түкін беріп едім ғой, жейсің ба деп. Неге алмап едім? Қолынан да емес. Қандай, қызылы бар ма? Ой, сен атың кім? Ақжүрек. Ақжүрек? Молодец. Футболист боласың ба өскенде? Менің де атым Ақжүрек. Өтпеді ма? Ал соңғы кадр түсіруге шығып кетті.
Болды. Осымен съемкамыз тәмам. Барлықтарыңызға рахмет. Соңғы жағы уже осындай болып отыр ғой. Давай. Мына бүркітті қондыратындай қонатын еді. Ей. Ой, брат. Әні. Техникадан хабар жоқ. Болсын. Қондырасың ба? Қондырам. Давай. Қолыңды астына қой. Қолын астына қой. Ровно қойсай. Ровно ғой. Ровно. Ей, басыңды тартайшы. Давай. Все, давай. Бірінші көтеріледі, қазір қолды көрді. Басын сәл. Әні. Тұрады. Мәз ғой. Күшті. Ой, наконец-то тамаққа жеттік ау. Мен әпкем туралы вообще ұмытып кеткен ғой. Короче, жүрім да қалада. Сосын съемка кетті, өзінің ағайындармен тамақ ішуге баратсам, сен күтіп отырып қой, қақта жүрсің дейді. Оказывается, бүгін мантыға шақырып қойыпты. Ой, еще ренжиді. Ана сияқты күтіп отырсақ, кеше ғана сөйлестік қой, мантыға балыққа деп. Манты ғой. Жаңа бір родной айтады да, қалай бәрін үлгерірсің дейді. Өзім білмеймін кейде. Мынау қашып кете берген не істегі? Келші, тұршы бір орында айналайын ау. Бір алғысымды айтып қойыншы. Маманың манысынан қалмайды екен. Күшті. Бауырсақтары да емелер. Ой, рахмет жүздіге. Қоя беріңдер, әуре болмай қойыңдар. Әуре болдыңдар ғой тегі. Осы чемоданмен родной бургерді бүкіл Қазақстанда ашып, Ей, құдай қаласы. чемоданмен айналып жүре берсін. Кән шапа құрсай, мадер. Екеуі подарок беріп жатыр ғой. Чемодан беріп жатыр, бұйыртса осымен франшизалардың барлығы өтіп, бүкіл Қазақстанда ашып келеге киімдерін салып алып шаршамай. Қазақстан емес, шеттерге мемлекеттерге.